Микрофонlarımızı anlayıp bozmayalım. Siz ne kadar oturmadınız sonra? Bunda sınav var. Yok. Yalan. Vurma. Ya yazılan yok. Bu yüzde. Bozuldu Niman? Gaz bozuldu. O sizin kutunuz yok mu? Bozulmanı жақсы ма? Evet. Болмаса кешіксе бастай бердім да? Олжас қош, бана бастады. Өзі шығады сразу қосып бірге. Бірге шығады. Участник екеу болсам. Екі участник. А одан кейін мына жасада запись, включить запись. Уже автоматически запись. Запись автомат. Камераны қостыңыз ба? Иә. Бастай бердіңіз бе онда? Бастай бердік осылай. Құрметті қаланың тұрғындары, бүгін біз автоклавты газ бетон өндіру зауыты жұмыс жобасы бойынша экологиялық құжаттама материалдары бойынша қоғамдық тыңдау өткіземіз. Қоғамдық тыңдауға төрағалық жасайтын мен, есімім Оралбек Тимур Құрбанұлы, қалалық жайлы ортаны дамыту басқармасының маманымын. Сондай-ақ қоғамдық тыңдауға еңбекші ауданының әкімдігінің өкілі отыр. Егер қарсы болмасаңыз бастаймыз. Қоғамдық тыңдаудың хатшысын сайласақ. Хатшысы кім болады? Аты-жөніңізді? Хатшысы Сауран Брикс зауытының атқарушы директорының орынбасары Дәулет Олжас. Баяндаманы соңғы оқи ма? Жоқ, баяндама мен оқимын. Баяндама? Өзіңіз таныстырып өтіңіз, баяндаманы. Хорошо. Онда баяндамадан төрағаны хатшыны сайлауын берген оқи берейін ба? Сәлеметсіздер ме, құрметті қоғам тыңдауға келген қатысушылар. Мен өзім таныстырып өтетін болсам, Тиханов Азамат. Мен осы зауыттың өкілімін, біз басқарушы жұмыс істеймін. Қазақстан Республикасының табиғатты қорғау заңнамасына сәйкес Сауран Брикс кішісі Шымкент қаласы Еңбекші ауданы Жұлдыз тұрғын алабы 224-1 участок мекен-жайы бойынша автоклавты газобетон өндіру зауыты жұмыс жобасына экологиялық құжаттама материалдары бойынша қоғамдық тыңдау өткізіледі. Орысшасы оқылмайды, қазақша оқып кетеді. Ақпарат жұртшылыққа Қазақстан, оңтүстік Қазақстан қоғамдық саяси газетінде, сондай-ақ оңтүстік рационалды орыс және қазақ тілінде хабарландыру арқылы жеткізіледі. Шымкент қаласында Жұлдыз тұрғын алабында, сондай-ақ Шымкент қаласының жайлы қалалық ортаны дамыту басқармасының интернет ресурстарында хабарландырулар ілінген. Қоғамдық тыңдауды жергілікті атқару органдар өкілдерінің мүдделі жұртшылық қатысуымен өткізіледі. Тыңдаулар ашық деп жарияланады. Сондай-ақ қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидалары 22-ші тармағына сәйкес залда аудиожазба жүргізіледі.
қоғамдық тыңдауларды өткізу кезінде мүдделі мемлекеттік органдармен жұртшылықтың ескертуімен, ұсынысымен, нақты тұжырымдамалармен және ескертулер мен ұсыныстардың мәнін көрсетпей, немесе қоғамдық тыңдаулардың мәніне анық қатысы жоқ тыңдаушылардың барлық қатысушылардың мән жайы көпшілік дауысымен дауыс беру нәтижесі бойынша ескерілмейді. Тыңдау барысында және чатта балағат сөздер айтуға қолдануға рұқсат берілмейді. 21-ші тармаққа сәйкес қоғамдық тыңдау өткізу әкімшілік аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органдарының немесе аумағында қоғамдық тыңдаулар өткізілетін тиісті әкімшілік аумақтың бірліктің әкім аппаратының өкілі төрағалығымен өткізіледі. Қоғамдық тыңдау өткізу үшін төраға мен хатшыны таңдап алайық. Бірінші төраға ретінде мен қалалық жайлы ортаны дамыту басқармасының проект оқысаңызшы. Проект оқып кете берейін ба? Ол ешкім қарсы емес қой, хатшыны сайладық, төрағаны сайладық, ары қарай оқып кете берейін. Біздің завод бойынша мәлімет, Шымкент қаласы Еңбекші ауданы Жұлдыз тұрғын алабы 224-1 учаске мекен-жайы бойынша автоклавты газобетон өндіру заводы жобасы үшін экологиялық құжаттама материалдары бойынша баяндама. Негізінен біздің кәсіпорын орналасқан жері тегін автоклавты газдалған бетон шығаратын заводтың жаңа құрылысы көзделуде. Әзірленген жұмыс жобасына сәйкес кәсіпорынның жаңа құрылысы көзделеді. Объектінің дамуындағы автоклавты газдалған бетон өндіретін завод, қазандық, шикізат, құм, қоймалар, келушілер мен жұмысшылар, яғни персоналдарға арналған автотұрақтар орналасады. Объектінің орналасқан жерінде басқа таңдаулар қарастырылмаған. Нысан Шымкент қаласының өнеркәсіптік аймағында орналасқан. Учаскенің ауданы 5,24 гектар. Негізгі қызмет түрі автоклавты газдалған бетонды өндіру және сату болып табылады. Ең жақын тұрғын аймақ батыс жағынан алғанда 1771 метр қашықтықта орналасқан Шымкент қаласының тұрғын алабы орналасқан. Өндіріс технологиясы мен технологиялық жабдықтардың қысқаша сипаттамасын айтып өтетін болсам, бірінші, құмды дайындау кезінде кремний диоксиді компоненттің негізгі мақсатын дымқыл ұнтақтау қолданылады. Ермен мен суды біріктіру кезін беру үшін схема бойынша тұрақты деңгейді ұстап тұру үшін қалқымалы құрылыстың бар сыйымдылығы 3,3 метр. Резервуар орнатылған. Дымқыл ұнтақтау кезінде құм шламы, ұсақ ұнтақталған құмның суспензиясы алынады. Ол араластырғышқа беріледі. Кестек акті дайындау, сақтау тұрады. Оның сипаты, оның бөліктері мөлшерлемесіне байланысты 80 мм-ден аз акт бөліктері балғамен сақталады. Онда -1% елікте қалдығы бар фракцияларға дейін бірден сақталады. Ұялы бетон қоспасын дайындау зауыты мөлшерінде жүргізіледі. Қоспаны араластыру, ұялы бетон қоспаның жоғарғы біріктілігін қамтамасыз ететін араластырғышқа жасалады. Газ түзгіштің көмегін жасушалық қоспаны дайындау әдісі пластикалық ерітіндінің қасиеті негізделген, онда бөлінген және біркелкі бөлінген газды ұстау керек. Қоспа дайындау мөлшерінде әк, цемент, шығын, бункерлер, сүрмелер орнатылған. Шығын бункерлерді пневматикалық түрде жүктеледі және деңгей мөлшеріндегі және шаң жинайтын сүзбелермен жабдықталған. Шығыс бункерлердің орталық басқару пунктінде сұраныс бойынша материалдар мен шинекті трансферттері мен үйлестіргіштердің көмегімен араластырғышқа беріледі. Ұялы бетон қоспаларының компоненттерін мөлшерлеу автоматты түрде және белгіленген ретпен жүзеге асырылады. Торлы бетон қоспаларына арналған араластырғыш материалдарды жүктеу ретінде келесідей болуы керек. Бірінші, құм және кері шлам. Одан кейін су, тұтқыр қоспалар немесе су, құрғақ немесе күл, тұтқыр қоспалар. Олар 2 немесе 5 минуттан кейін алюминий суспензиясына араластырғышқа құйылады және 1-2 минут араластырылады. Араластырғыш әр жұмыс ауысымнан кейін және жұмысқа ұзақ уақыты жарты сағат немесе 1 сағаттан астам үзілістерде құм шламы және сумен жуылады. Сұйықтық шлам түріндегі араластырғыштың жуғаннан кейін су резервтері жиналады және
сорғы қабылдау цистерналарына шланг қалдықтары жинала береді. Барлық қалдықтарды араластырып, технологиялық процесте қайта пайдаланылады. Қалыптау бөлімінде қоспалы қалдықтарға құю және үсіну процесі жүргізіледі. Үсіну механизмі келесідей болады. Алюминий ұнтағындағы бөлшекті әктің сулы ерітіндісімен жанасқаннан кейін және жанасу орнында 25 градус Цельсийдан төмен емес температураға жеткеннен кейін сутектінің бөлінуі басталады. Алюминий ұнтағының бөлшегіне іргелес микроозондарда тұтқыр пластикалық массаға әсер ететін газ қысымы пайда болады. Бірақ газдың күші предсудың шекті кернеуінен асып кетпейінше масса ісінбейді. Массаның суының шекті кернеуінің мәні газдың күшіне аз болғаннан кейін алюминий ұнтағы толық пайдаланғанға дейін дұрыс ұйымдастырылған технологиялық процесте жалғасатын үсіну басталады. Үсінуден кейін пішін пісетін тостқа немесе пісетін камераға және пластикалық беріктік жиынтығына қойылады. Пісетін камерада массив бар, пішіні 70 және 80 градус Цельсий температурада сақталады. Массив кесілгеннен кейін автоклавты өңдеу жүргізіледі. Автоклавты өңдеу кесілген массивті өткір қанық бумермен гидротермиялық өңдеуден тұрады. Бұл химиялық қосылыстар түзілетін негізінде процесс массиві монолитке байланысты кальций гидросиликаттары автоклав бұйымдары 0,8 және 1,3 мегапаскаль қысымымен 174,5 1920 градус Цельсий температурада бумен жылу ылғалдықпен өңдеуге арналған цилиндрлік типтегі герметикалық жабылатын ыдыс. Шикізат массивтерін термиялық ылғалдықтан өңдеуден кейін дайын бұйымдар роликті тасымалдағышқа береді. Онда палет дүкенінен алғаш рет рейс орнатылады. Оның көмегімен блоктан бір-бірінен ұқыпты бөліну жүргізіледі. Бұйымдарды бөлу станциясының соңында олар кранның көмегімен алынады. Ұзындығы 1,2 метр және ені 1 метр жеке сегменттер дайындалған ағаш палеттерге орнатылады. Торлы бетонды блоктарды роликтерді транспортердің көмегімен жылуды кештіретін пленкалармен орағаннан кейін олар конвейерден жүк көтергішпен шығаратын және дайын өнімді қоймаға жеткізетін жерге жеткізіледі. Бұйымдардың ылғалдылығын болдырмау жағдайында астарларда немесе палеттерде тегіс дайындалған алаңдарда сақталуы тиіс. Құрылыстың монтаждау жұмыстарының басталуы 2025 жылғы маусымда келеді және 10 айды құрайды. Объектіні пайдалану кезінде өнеркәсіп алаңының аумағында атмосфералық ауаны ластаудың 11 көзі бар. Оның ішінде 6 ұйымдастырылмаған шығарынды көздері және 5 ұйымдастырылған атмосфераға ластаушы заттар шығару көздері. Автокөлікті ескере отырып, объектіні пайдалану кезінде атмосфераға шығарындыларда 8 ластаушы зат бар. Кальций гидроксиді, азот диоксиді, азот оксиді, күкірт диоксиді, көміртек оксиді, бензин, күкірті аз мұнай, биоорганикалық шаң, фосфогипстен цемент пен гипс байланыстырғыш шаң. Оның ішінде 6 ластаушы зат нормаланған: кальций диоксиді, азот диоксиді, азот оксиді, көміртек оксиді, биоорганикалық шаң және фосфогипстен цемент пен гипс байланыстырғыш шаң. Пайдалану кезінде ластаушы заттардың қосындысы 2 тобы түзіледі. Біріншісі азот диоксиді және күкірт диоксиді екеуі қосылғандағы биоорганикалық шаң. Екіншісі цемент пен фосфогипстен гипс тұтқыш шаң. Автокөлікті ескере отырып, пайдалану кезінде ластаушы заттардың жалпы шығарындысы
61 миллиард 244 миллион 604,970 тонна жылына шығаратын зиян зат құрайды. Ал автокөлікті есептемегенде нормаланған шығарылатын жылына 60 миллион 518,636 тонна болады. Объекттің пайдалану кезінде қалдықтардың түзілу көлемі 194,408 тоннаны құрайды. Санитарлық нормалар. Кәсіпорын мен тұрғын үй құрылысы арасындағы санитарлық қорғау аймағының құрылысы елді мекендерде ауаның қажетті сапасын қамтамасыз ететін негізгі ауа қорғау іс-шараларының бірі болып табылады. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің міндетті атқарушысы 2022 жыл 11 қаңтардағы Қазақстан Республикасының ДСМ-2 бұйрығында бекітілген адамның тіршілік ету ортасы мен денсаулығына әсер ету объектісінің санитарлық қорғау аймақтарында қойылатын санитарлық эпидемиологиялық талаптар. ВК сәйкес құрылыс монтаждау жұмыстарының қысқа мерзімді сипатқа ие болуына байланысты санитарлық монтаждау жұмыстарының объект үшін қорғаныс аймағы белгіленбейді. Пайдалану кезінде 4-ші бөлім құрылыс индустриясы. В16 3-ші класс СХА 300 метр 5-ші бетон ұйымдарын өндіру. Завод үшін СХА мөлшері 300 метр болып белгіленеді. Бұл нысан санитарлық жүктеу бойынша қауіптілігінің 3-ші классына жатады. Нысан үшін санитарлық қорғау аймағын көгалдандыру алаңы 223,258 метр шаршы метрді құрайды. Ағаштар терек керамидасы 3,5 метр және бұта қарапайым сирен бір қатарлы отырғызу арқылы отырғызылады. Тұрғын үй құрылысы жағынан ағаш бұта екпелерінің жолағы міндетті түрде ұйымдастырылып отырады. 726 көшет отырғызу жоспарлануда. Сумен жабдықтау және су бұру. Құрылыс кезінде шаруашылық ауыз сумен жабдықтау жұмыскерлері үшін әкелінетін ауыз су бөтелкедегі су есебінен жүзеге асырылады. Құрылыс монтаждау жұмыстары кезінде арналған кәріз жүйесі биодәретханада көзделеді. Пайдалану кезінде сумен жабдықтау, қолданыстағы желілерден сыртқы сумен жабдықтау және кәріз. Шаруашылық ауыз су өртке қарсы су құбырларының ішкі желісі бірінші қабаттың төбесінің астында төменгі сымдармен жоғаланған. Сумен жабдықтау желісі тұйық АБК ғимараттың ыстық сумен жабдықтау желісі жылу торабының үй жайында орнатылған жылу алмастырғыштан көзделеді. Ғимараттың кәрі шаруашылық тұрмыстық кәріз жүйесі ағынды суларды санитарлық техникалық аспаптардан жабық өздігінен ағатын құбырлар арқылы сыртқы қолданыстағы кәріз жүйесіне құруды көздейді. Су ресурстары. Бізге ең жақын су объектісі Бадам өзені. Объектіден солтүстік-шығыс батысқа қарай 4021 метр қашықтықта. Бадам су қоймасы оңтүстік-шығыс бағытта 8230 метр қашықтықта орналасқан. Чимкент қаласының әкімшілігінің 24 жылғы 1 сәуірдегі 13 Чимкент қаласының әділет департаментіндегі 24 жылғы 3 сәуірдегі 205-17 хатында тіркелген. Чимкент қаласының су қорғау аймақтары мен су объектілерінің белгілеулерін, олардың шаруашылық пайдаланудың режимі мен ерекше жағдайларын белгілеуде. Қаулысына сәйкес су объектінің су қорғау аймағы 500 метрді, су объектінің су қорғау белдеуі 35 метрді құрайды. Жобаланған объекті су қорғау аймағында және су объектілері белгілеулеріне кірмейді. Су объектілерінде ластаушы заттардың төгінділері жоқ. Біздегі заводтың өндіріс қалдықтары. Кәсіпорында пайда болған қалдықтар оларды өңдеу үшін кәсіпорын профиліне сәйкес келмейтін арнайы технологиялық процестерді қажет етеді. Бұл процесте осы кәсіпорындарда енгізу техникалық және экономикалық тұрғыдан мүмкін емес. Қалдықтар мезгіл полигондарға шығарылуы,
сондай-ақ мамандандырылған кәсіпорындарда қайта өңдеуге, кәдеге жаратуға немесе залалсыздандыруға тапсырылуы тиіс. Полигонға немесе мамандандырылған қайта өңдеуші кәсіпорынға тапсыру үшін қалдықтарды жинақтау кезінде оларды кәсіпорын аумағында өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес арнайы орындауда уақытша жинақтау, яғни сақтау көзделеді. Түзілетін қалдықтар кәдеге жарату, қайта өңдеу, сондай-ақ қайта өңдеуге немесе кәдеге жаратуға жатпайтын қалдықтарды жою жөніндегі операциялық жүзеге асырылатын үшінші тұлғаға берілгенге дейін 6 айдан аспайтын мерзім уақытында сақталатын болады. Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 320 бабына сәйкес өндіріс және тұтыну қалдықтарын уақытша сақтау шарттары мен мерзімдері бірақ 6 айдан аспайтын жобалық құжаттамаларда белгілі бұзылған жағдайда мұндай қалдықтар пайда болған кезден бастап орналастырылған болып табылады. Құрылыс монтаждау жұмыстарын жүргізу барысында қалдықтардың мынандай түрлері түзіледі. Аралас коммуналдық қалдықтар, құрылыстың және бұзудың аралас қалдықтары, қауіпті заттар мен ластанған металл қалдықтары және дәнекерлеу қалдықтары. Өндірістік кірпіш зауытының нәтижесінде қалдықтардың келесі түрлері пайда болады. Аралас коммуналдық қалдықтар және де ас үй мен асхананың қалдықтары. Біздің зауыттың табиғи ортаға әсері. Жалпы зауыт жоспарланған қызметті жүзеге асыру экологиялық жүйенің тозуына, табиғи ресурстардың сатылуына әкелмейді. Экологиялық норматив бұзылуына әкелмейді. Қоршаған ортаның сапасы адамдардың және олардың өмір сүру жағдайының нашарлауына әкелмейтін қызмет. Объектіні орналастырудың ең жақсы нұсқасы және өндірістік процесті ұйымдастырудың технологиялық шешімдері қабылданды. Демалыс аймағының, курорттар аумағының жоспарланған қызметінің әсер ету аумағында бау-бақша серіктестерінің аумақтары, білім беру және балалар ұйымдары, сауықтыру ұйымдары және тағы басқалар жоқ. Зерттелетін учаскеге орналасқан аудандарда мал қорымдары мен орындар жоқ. Зерттелінген учаскеге орналасқан аудандарда мал қорымдары мен орындары жоқ. Сібір жарасы бойынша қолайсыз және басқа да аса қауіпті жануарларды жерлеу инфекциялары. Зерттелетін аумақ мемлекеттік орган орман қоры жерінен тыс және сондай-ақ Қазақстан Республикасының ерекше қорғалатын табиғи аумақтары кірмейді. Су қорғау аумақтары мен су объектілерінің белгілері кірмейді. Сондай-ақ аумақта нысандар, табиғи мәдени мұралар, сирек кездесетін ағаштар мен өсімдіктер, жануарлар барысында теріс әсер етуі мүмкін қысыл кітап объектіге пайдаланылуы анықталған жоқ. Қоршаған ортаға әсері бағалау объектінің пайдалану кезінде жоспарланған қызметтің әсерінен болатын аумақтық қоршаған ортаның сыни немесе қамтымсыз әсер етпейтіні көрсетілді. Күтілетін әсер экологиялық жүйелердің қайтымсыз өзгеруіне әкелмейді. Жалпы қысқаша баяндамамыз осы. Баяндама аяқталды. Кімде қандай сұрақ бар баяндамашы? Баяндамалар байланысты. Кімде қандай сұрақ бар? Жоқ па сұрақ? Всем здравствуйте, меня зовут Галина. Я представлю доклад по материалам экологической документации для рабочего проекта по забору по строительству главного заведения. Печатать такое полномочия сооружение предприятия ранее у меня было строя, предусматривается полностью новое строительство завода. Согласно разработанному проекту,
ескерсеңіз біз бір Галина, на государственном языке. Иә. Галина, Бізді тыңдап тұрмын, естіп тұрмын. Галина, вы нас слышите? Да, весь доклад уже прочитан на государственном языке. По окончанию доклада, по окончанию доклада председатель уже спросил, есть ли вопросы у населения. Вопросов нет. Возможно, есть вопросы у кого-то из организаций, которые представлены на общественных слушаниях. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, прошу вас, задавайте. Нет, они сказали, что нет вопросов. бұл жерде не барысында көп адамдар жұмысы жүргізіліп деп жаңа оқулық айтылып кетті. 726 көшет беріледі жылына. Ол жаңағы заводтың ішінде атырапында болады ма, жоқ заводтың сыртынан қай жаққа беру жоспарланып? Завод территориямыз Территориясында ма? Территорияда бәледі да сіздерге? ішінде, бізде екі. Уже біз екі қоямыз. Ең жақын аймақ сонда Бадам 2 болып тұр ма сіздерге? Бадам екі болып тұр, иә. Бірде жетіп. Иә. Сұрақ жоқ па? Бадам 2-нің кісілері болса, сұрақ жоқ болса. Жоқ, өзінен біз алыспыз. Санитарлық зонасы, қанша метр жазылған еді? Санитарлық зона ел ретінде 500 метр қанша еді? Санитарлық, иә. Бірде жетіп отыр даже. Составляет 300 метров данного объекта. 300 метр. Бұл жерде бірде жетіп отыр. Данный объект классифицирован по пункту действующих санитарных правил по пункту производства бетонных изделий. Санитарная защитная зона будет составлять 300 метров, объект будет относиться к третьему классу опасности. Oldu mu? Аяқтаймыз ба? Онда ешкімде сұрақ болмаса, қоғам тыңдауды жабық деп жариялаймыз. Бәріңізге рахмет. Все, Галина, общественные слушания закрыты, считаются закрытыми. Вы нас слышите? Да, я вас слышу. Надо теперь проголосовать за то, что все согласны с тем, что слушания состоялись. Проголосовать қарсы қалыс жоқ деді ғой. Иә, қарсы. Қарсымыз Все, жоқ па? жоқ, қол көтере салайық бәрі, все единогласно согласны. Тогда можно завершать. Все, спасибо, Галина. Жақсы сау болыңыздар. Хаттама дайын ба?